Сәлем. Біз сабақтан шығып жатырмыз. Бүгін сабақтан папасы алып кеп тастап, мен өзім алып кетіп жатырмын. Бір жарты күн шықпай қалдым, уже үйден басым ауырып кетіп, бүгін ертерек шығып қыздарды ерте алып келе жатырмын. Екеуі жапырақ теріп алайыншы дейді, үйге барып жабыстырамын дейма, бірден істеймін дейді общем. Неге ұнамай жүр Кәусар? Тарақандары бар ма? Жарайды онда. Сен көп алмай ақ қой. Соны алындар кеттік сосын. Ал енді басқа жерден аласыз. Кеттік жүріңдер сосын. Не бар екен ол жерде? Сағынған. Изен, сағындың ба маманы? Сағынған жоқсың ба? Бөпіңді соңы, бөпі ұйықтаған жоқ күні бойы сендерді. Далаға сенде обычно дочалар шығарған кезде ұйықтап қалатын деді ғой, или дочалардан кеп үйге келген кезде ұйықтап қалатын, бүгін ұйықтаған жоқ, вообще ұйықтаған жоқ бөпі деген. Жаңа енді ұйықтап бар деді, оған уже киіндіріп, мен алып шығуым керек болды қыздарды сабақтан алып кетіп, сонымен қайтадан оян кетті. Көрдіңдер ма? Ай, молодец. Ой, жөнім осы. Үйге келіп, бір шай ішіп алайық деп тұрмыз қазір. Қыздар бағана пюрені жемей кеткен. Соны қазір жұмыртқа жейін деп, екеуіне жұмыртқа пісіріп жатырмын. Кішкене жайын алып жұмыртқа пісіріп жатырмын. Сонымен әлі қайда ужинға дейін, әлі ужин жасағанға дейін біраз уақыт бар. Сонымен екеуін қазір нанға май жағып, жұмыртқадан жеп алыңдар деп тұрмын. Біз деген кештетіп аптекаға келдік. Ертуған ше жөтелі басылмай тұр, түнімен температура, сонымен папамызды жібердік аптекаға, тосып отырмыз. Сәлем достар, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Мен неше күннен бері блокнотымды, күнделігімді жазам деп, әні жазам, біресе кішкентайым ауырды, біресе мазасызданды, одан қыздар столды бермеді, соның үйдің тірлігі бар, в общем. Қазір сол дәптерімді, күнделігімді жазып тастайын деп тұрмын. Мен көбіне бұрындар көп жиі жазатын едім да, кейін балалы болғаннан кейін үйдің тірлігі бар, сонымен қалып кетті, жұмыс болды еще. Сонымен енді қайттан күнделігімді қолға алып жүрмін. Жалпы сіздер өздеріңіз жаңағы күнделіктеріңізге не жазасыздар? Комментарияға жазып кетіңіздер. Осы қыздардың столына таласып қаламыз, мен екеуі сабақта болған кезде қолдан алайын деп тұрмын. Мен осында 4 күнделігім бар. 4-еу. Мына 3-еуі уже біткен. Мына 3-еуі. Мында чисто баланың жағдайларын жазғам ғой. 4 айында тісі шықты, 2 айында, 3 айында күле бастады деген сияқты, чисто сондай заттар жазғам мынаған. И мынаған өзімнің ол кезде мен қыздармен декретте отырғам ғой. Сол кезде жаза бастаған мен. Қыздармен декретте отырған кезде, сол кезде будущийға өзім пландарым, жоспарларым, қандай әрекет жасауым керек, қалай ниетіме қарай қалай әрекет етуім керек деген сияқты солай жазып. Ал мында өзімнің күнделікті қалай айтсам екен, есептеулерім, ай сайынғы шығындарым, ай сайынғы табыстарым, қай ақша қаншаға кетті, қай жерге кетті, неше мың кетті деген сияқты солар жазып отыратын. Бұл да уже бітті. Соның 1-2 парағы ғана қалды. Бұны мен еще қолданбағалы біраз болды. Қазір мен мынаған жазып жүрмін көбісін. Мынаны алдында тоже сентябрь басталмай тұр, августтың кезінде бастағам, содан бала жылаған, үйткен, сол бетті қалдырып кеткенмін ғой. Мынау новый дәптер негізі, новый күншелік. Сол осыны қазір мен жазайын деп тұрмын. Мен уже қыздарға кетіп барам сабаққа. Бағана қыздарды апарып тастап, үйге біраз шаруа тындырып тастадым негізі. Үйдегі тірліктерді, күнделіктерімді, бөпенайымды ұйықтатып алдым. Жақсы, ұйқысы қанып, жақсы болды. Кеше әйтпесе вообще ұйықтамай қойған еді ғой.
содан ұйқысы қанып оянып содан қыздарға бара жатырмыз ендігі. Деген мектепке ерте келіппін тағы да. Әлі 5 минуттай бар, 6 минуттай бар даже. Қазір сырт жақта жүре тұрайын. Бізде погода дейді вообще непонятно болып кетті ғой. Біресе жаңбыр жауады, біресе жылы, біресе суық прям. Дочаларымды күтіп отырмын. Күтіп отырған жоқпын ғой, өтірік айтсаппын ғой. Күтіп жүрмін. Бүгін еще кеше апайы мұғалім неге жазыпты, группаға жазған ғой. С собой перекус алып келсін. Бар не ма, алма ма, банан ба, бірдеме деп. Маған сумкаларын екеуін барын салып берген. Үлкен қоңырауда жейсіңдер деп. Сонымен күтіп жүрмін естіп. Бүгін еще мамам шақырған ғой. Үй жаққа келіңдер демалыстарыңда деп. Сол екі ойлы болып отырмын. Барсам бекен, бармасам бекен. Үйде отыра берсем бекен деген ой ғой. Қыздар не дер екен білейік. Солар жетеді ғой қазір. Менің балапандарым шықты сабақтан. Қоян. Көк. Бауырын ойнатып жатыр. Зияным менің қоянчигім ғой, менің қоянчигім. Фокусина жақта бізде жапырақ теріп жатыр екен. Оба. Ух ты. Үйге барып жабыстырасыңдар ма қазір? Иә. Давайте. Түрлі түстісін алып алыңдар, е? Сарысында алыңдар, жасылды да. Сары. Мына жақта бар екен, е? Мына жақта да бар екен. Су тиді? Иә. Имін жақта бауырын айналып жатыр. Ой бай, осында ғана бауыр бар екен ғой. Не болып қалды? Білмеймін, мусор шығар. Соны айтсайшы, мусорды тастауға болмайды. Неге тастап жүресіңдер, сендер деп ұрсайшы, өтесен. Кәмпиттің қағазы. Иә. Мусор тастауға болмайды ғой, иә? Тастау керек. Иә. Кеттік қайтайық тон қаласыңдар. Тастау. Иә. Өте дұрыс айтасыңдар. Не болды? Барасың ба? Бара қой ал. Бар кендер бар. Екеуі жапырақ теріп жүр. Үйге барып жабыстырамыз қазір дейді. Жерден бір не көріп қалды. Сары жапырақ па, бірдеме көріп қалды. Екеуін тапқаны жапырақ емес болып шықты. Қатты жапырақ па? Иә. Мен анау сарғайып тұрғандарды қызыл жапырақ па деп қалсам, анау сықырық жасайтын екен ғой, сарғайып кеткен, е? Папа, сықырық жасап жүр. Құстардың ойнайтын жер ма? Кеттік енді. Қызыл жапырақ тауып алайық. Иә. Все. Ілініп ала ма? Қыздарға обязательно бүкіл катокқа соғып шығу керек қой. Үйдің артымен айналып өтіп кетіп ем. Сонда да катокта болды. Қайда кеттің, Фатиха? Құлаққа ма байқа, суық болып жүрмесінші, анау темірлердің бәрі суық, қолдарынан суық өтіп жүрмесін. Біз ауыр жүрген кезде одан сайын. Байқа құлаққа ма. Күшті ме екен? Иә. Біз не жаққа келмеппіз, е, Дуча? Біздің үйдің арты ғой. Біздің үй мына жақта. Біздің үйдің арты. Соны айналып өтіп кетейін деген ғой, бүйтіп қиып жолды. Екеуі каток көріп қоймаса бола ма? Құлаққа мандыр, Дуча? Құлайсыңдар, қызым, ай? Олай істеме, Фатиха. Жаным, Фатиха. Басың қайда кетті сенің? Істеп отырсыңдар, қаршы. Жаңбырдық қой, тамшыларынан үстін бәрі су, тамшылың бәрі көздерін тамшылап жатыр. Кеттік қайтайық. Үй жаққа жылжайық. Есік алдында ойнайсыңдар, есікті. Мен анаған істедім. Ол бардың ғой, жаңа құлай жаздадың қойшы. Осы не істейтін тренажер осы?
құлап жүрмеш. Осы не істейтін тренажер? Осын білсеңіздер комментария жазыңыздар. Мына тренажерді біз түсінбей қойдық. Айналып кетеді дөңгелегі бүйтіп. Былай ұсталынып. Бұлай қалай істейтін не нәрсе тренажер екен түсінбедік. В общем, қыздар осы тренажер жақсы көреді. Екеуі екі жақ аяғына тұрып алады да, сосын ақырын құлап қалмаңдар. Осы мына тренажерді білсеңіздер жазып кетіңіздер, достар, біздің комментарийға. Біз деген үйге кіріп жатырмыз. Қыздар осындай чипс алды қазір. Телевизор көріп отыр, очек көріп отыр жейін деп. Өзіме кофе алдым, шайға печенье, и бағананда булочка ала салған ғой. Соны қазір жаңа сосын осындай май ала салдым қазір шаймен ішуге деп. Осымен достар, мен бүгінгі влогты аяқтайын. Бізге тіркелмегендер, тіркеліңіздер міндетті түрде. Тіркелмей қалай көріп жүрсіздер деп ұрысып кетсем қалай болар екен. В общем, тіркеліңіздер, лайкты аямай басыңыздар, комментарийді жазыңыздар.